Қайырлы күн ардақты ағай. Кез келген мемлекеттің егемендігі мен біртұтастығын бейнелейтін, оның ажырамайтын атрибуттарының бірі мемлекеттік рәміздер күні 2007 жылы 4 маусымда ресми түрде бекітілді. Осыған сәйкес, жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні ретінде мерекеленеді. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбековтің авторлығымен ұсынылған көк байрағымыз мемлекеттік ту ретінде қабылданды. Дөңгелеген нысанға еліміздің шаңырағын биік, керегесін кең қылып, шуақты күннің астында қос тұлпармен жігерлендіре түскен мемлекеттік нышан елтаңбаны белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлихановтардың еңбегі бүгінгі күні мемлекеттік елтаңба болып қалыптасты. Бұрын менің Қазақстаным ән ретінде танымал болған Қазақстанның гимні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы бойынша 2006 жылы 6 қаңтарда еліміздің парламентінде бекітілді. Бірінші рет ол 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде орындалды. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.